Құрметті қызылордалықтар, өздеріңізге мәлім, біздің осы жылы 2023 жылдың жаз айында Сұлтан Бейбарыс көшесінде жылу құбырын жердің бетінен жердің астына ауыстыру жөнінде үлкен күрделі құрылыс жұмыстары жүрген болатын. Сол жұмыс төңірегінде маған видео материал келіп түсті. Мына видеода көріп отырғандарыңыздай, құбыр жаңа труба жоғары көтеріліп түсетін жерден бастап, ары қарай қазандық котельныйдың ішіне дейінгі бөлігі ескі құбырлар қайтып өзіне жамап салынып жіберген деген ақпарат келіп түсті. Осы ақпаратты растығына көз жеткізу үшін мен осы мекемеге барып түсірілім жасауға баратын боламын. Бізбен бірге видеоны соңына дейін көріп, арнамызға жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Ассалаумағалейкум. Бүгін 19 қазан 23 жыл. Біз мына Қызылорда оңтүстік жылу орталығы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорынның алдында тұрмыз. Ассалаумағалейкум жігіттер. Мен есімім Фархат Жансұлтанов, блогер. Бізге бір ақпарат келіп түскен, осы жерде трубаларға қатысты жаңағыдай ауыспаған трубаны қазір не қылып жатыр, өткізіп жатыр мекемеге тапсырыс берушіге деген. Сол жөнінде осы труба новыйдан келген. Сол жөнінде біз түсірілім жасайық деп едік, рұқсат болса. Өйткені қазір жылу беруді де қазір кешігу болып жатыр ғой. Қалада жылу берген жоқ көп жерлерге. Сондықтан соны білуге өзіміздің арнайы түсірілім жасап келгенбіз. Осы жақтың бастығына шайын. Неге бұл жерлер қашаннан бері осындай мемлекеттік не күзетте тұрып? Бұрыннан бері ма? Біраз болды ғой. Қанша? Менің өзі кіргеніме 3,5 жыл болды. Осы жерде күзетіп жатқандарыңыз, иә? Жақсы, рахмет. Айтып көріңізші сонда. Менің есімім Фархат Жансұлтанов, блогер. Қайсар, сіз фамилия аты жөніңізді толық айтып Мұстафаев Қайсар Максутович. Қандай начальник. Начальник участка ма? Начальник южной котельной. Южной котельной. Бізге бір ақпарат көздерден мынандай ақпарат түскен. Осы территорияның ішкі жағында мына үлкен трубаларды, ескі трубаларды салып жіберді деген. Новый труба. Соны біз көз жеткізуге, осыны түсірілім жасауға келгенбіз. Бір жағынан, екіншіден қазір мына жылу маусымы басталғанмен әлі не қылған жоқ қой, жылу берілген жоқ қой. Көп объектіге берілген жоқ әлі. Бірақ енді бұл дәл осымен байланысты ма жоқ па біз білмейміз, бірақ қай не аймақ? Ескі базар жақтар. Ескі базар бізде маған қатысы жоқ. Ол да бір жөндеу жұмыстарымен қатысы бар шығар. Соны енді осындай бір ақпарат келген бізге. Трубалар, ескі трубалар, сыртқы жаңағы не дейді жаңағы? Обшивкасы ескі сондайларды салып жіберген біраз учаскелеріне деген. Соны егерде сол ақпарат рас па, өтірік па, не шығарасыздар ма? Не шығарайық? Жоқ. Ол бәрі жаңадан маған салынған көзбен көрген мына трубалар көріп тұрсың ба? Дәл осы трубалар салып тұрмын, новый бәрі. Соны біз осы территорияның ішінде жаңағы қай жерге дейін не қылған ауысқандығы жөнін бізге көрсете аласыз ба? Мен басшылардан сұрайын, ол стратегический объект қой, білесіз ғой өзіңіздер. Егер ауысқан болса, онда ауысқан. Оны қазір звондап келе аласыз ба, қалай аласыз? Күтесіздер оны? Күтейік. Мысалы, жеті котелым бар, мысалы. Осының химик цех бар. Осыларға мен саған жауап бере аламын. Сен котельный ғой, осы? Котельный. Трубаларға арзан труба өзін айтсын басшысы. Оның тапсырыс берушісі бір не ғой, бізде акиматтағы бір энергетика бөлімі ма, әлде басқарма ма? Басқарма ғой. Энергетика басқармасы ма? Қызылорда облысы. Енді солардың рұқсатын алу керек дейді. Солардың рұқсатын алу керек болмаса, басшылардан сұрайды. Болмаса, анатетске сұрақ көресіздер ма, болмаса өзінің басшысын сөйлесіп көресіз ба, типа сөйттің ше. Негізі сол маман сол ғой. Не қая алмасқан, қая задвижки, не бәрін сол сұрақ біледі. Біз енді мына мекемеден қазір түсірілімді рұқсат ала алмадық. Сосын
бұл кісілердің айтуымен осы теплосетті ауыстыруға тапсырыс беруші осы акиматта энергетика басқармасы екен. Сол мекемеге барып біз сұрақты осы қоятын боламыз. Бойынша бүгінгі күнге 8-9 километр жылу беру жүйелері қайта жаңғыртудан өтті. Оның ішінде жаңа сіз айтып отырған оңтүстік жылу орталығынан Бейбарыс көшесінің Жезқазғанға шыға берісіндегі көпірге дейінгі жерлері бар. Ол жаңағы айтып отырған, сіз айтып отырған жер, ол жердің құбырлары ауысқан жоқ. Ол өйткені ол объекті екі кезеңмен тұрады. Бірінші кезең осы биыл осы көзделген жұмыстар бітті. Ендігі жылғысы, 24-ші жылдың 15-ші сәуір айынан бастап әрі қарай жалғасатын болады. Жылу беру маусымы тоқтағаннан кейін жұмыс әрі қарай жалғасатын болады. Яғни қазіргі уақытта жаңағы мердігер мекемелер өздеріне алған жаңағы нелерін міндеттемелерін орындады. Қазір әлде де істеп жатқан жұмыстары бар. Негізгі жұмысы бүгінгі күнге біз кеше 13-ші қазан айында қалаға жылу бердік. Қазір бүгінгі күнге ол жылу беріліп тұр. Енді қазір қалған құрылыс жұмыстары бар. Құрылыс жұмыстары. Барлығы құрылыс жұмыстары, жаңағы көму, жаңағы тегістеу, басқа абаттандыру жұмыстары сонымен айналысып жатыр. Яғни жаңағы биылғы неден ол ескі ауыспай қалған бөлігі ол келесі жылдың несі жаңағыдай жоспарында. Переходящий объект. Әлі биыл жоспарда болып орындалмай қалды ма әлде? Жоқ, келесі жылдың переходящий объекті, мен тағы да қайталап айтамын, келісімшарт биылғы жылға және келесі жылға жасалған. Биыл және келесі жылға. Переходящий объект келесі жылға өзінің 15-ші сәуірден бастап әрі қарай отопительный сезон жылу беру маусымы тоқтаған күннен бастап әрі қарай жұмысын әрі қарай жалғасатын. Жақсы, рахмет. Мен негізі соған көз жеткізмеген, яғни қазір бүгінгі күнге оның жылу беруге ешқандай кедергісі жоқ, жылу беріліп тұр. 13-ші қазаннан бастап қала толық жылуға қосылды. Жақсы. Бұл мекемелерді айтып өте аласыз ба, қандай мекемелер жасады? Оны енді айту міндетіме жатпайды. Мердігер мекемелер оны бірақ ашық көздерде мына госзакуптен ашып табуға болады ма? Сатып алу арқылы ұтып алған мекемелер сол жерден барып қарап көрсеңіз болады. Жақсы, рахмет. Сіздің аты жөніңізді сұрамадым жаңа. Болатбек Әбілқайсұлы Исмағұл, энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасының басшысы. Рахмет, көп сау болыңыздар. Жақсы, рахмет.